Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз тілді өте жұмсақ, дәмді етіп пісірудің жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, дастарханымызға қоюға да өте дәмді болып келетін тілдің рецептісі және де өте тез дайындалады. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Маған сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Ең бірінші тілімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан соң тілдің етті бөлігін осылайша кесіп аламыз. Тілдің етті бөлігін бөлек тамаққа қоссаңыздар да болады, бірақ мен тілмен бірге пісіріп алатын боламын. Суымызды қайнатып қойып, оған тілімізді саламыз. 15 минуттай қайнағаннан соң тілімізді алып, салқын суға салатын боламыз. Салқын суға салғаннан кейін тілдің терісі қолмен ақ өте тез алынатын болады. Мінекей, осылайша тілді тазалап алдым. Енді қайтадан суымызды қайнатамыз. Одан соң біз пияз, сарымсақ, сәбізді қосып, тілімізді 3 сағатқа қайнататын боламыз. Мінекей, осылайша біздің жайлап, бүлкілдеп, біздің тіліміз қайнап жатыр. Оған лавр жапырағын және тұзымызды да қосуды ұмытпаймыз. Тілімізді салып алғаннан кейін, оның сорпасына қамыр салып, болмаса өздеріңіздің қалауларыңызша сорпа дайындап жіберсеңіздер де болады. Мінекей, дайын болған тілімізді осылайша кесіп көрсеттім. Өте жұмсақ болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда сіздерге арналған қарапайым, өте оңай рецепттер бар. Сондықтан да мен сіздерді каналымда күтетін боламын. Сау болыңыздар.